Бас бұлшық еттерінің шандырларына келетін болсақ, бастың беткей шандыры фасция суперфициалис ол жақсы дамыған болып саналады, ал ымдау және де қанат тәрізді бұлшық еттердің сыртқы беттері тек қана перимезиум деп аталатын қабықшамен ғана қапталған болып саналады, ал мына шайнау бұлшық еттерінің шандырлары едәуір жақсы дамыған болып саналады. Бұл бұлшық еттердің меншікті шандырларына келетін болсақ, топографиялық орналасуына қарай олар өзара бір-бірімен бітісе жалғасқан бірнеше бөліктерге бөлінетін болып табылады. Бірінші шандыр бұл самай бұлшық етінің шандыры фасция темпоралис. Бұл едәуір қалыңдау және де жылтырлау келген фиброзды табақша болып табылады. Және де бұл шандыр самай сүйектің доға тәрізденіп орналасқан жоғарғы самайлық сызықшасы линия темпоралис супериор және сүйектік табақшадан бастау алатын болып табылады. Және самай бұлшық етінің фасциялық қабықшасын құрайтын болып табылады және төмен қарай бағытталып, бет сүйектік доғаға аркус зигоматикуске қарай бағытталады. Дәл осы жерде шандыр беткей шандырға және тереңде орналасқан шандырға бөлінеді. Мінекей мынау беткей орналасқан шандыр, мынау тереңде орналасқан шандыр. Беткей орналасқан шандыры немесе беткей орналасқан табақшасы лямина суперфициалис, ол төмен бағытта өтіп, бет сүйектік доғаның аркус зигоматикустың сыртқы бетімен бұл сүйектің маңдайлық өсіндісіне барып бекетін болып табылады. Ал терең орналасқан табақшасы лямина профунда бет сүйектік доғаның ішкі қапталына барып бекетін болып табылады. Осы екі шандырдың, яғни екі табақшаның аралығында бізде жировая ткань дейді, яғни майлы тканьдар корпус адипозус орналасатын болып табылады. Бұл фасциялық табақша одан әрі төмен қарай бағытталып, мына шайнау бұлшық еттерінің шандырына жалғасатын болып табылады. Шайнау бұлшық етінің меншікті шандыры фасция массатерика деп аталады. Бұл самай бұлшық етінің меншікті шандырының тікелей жалғасы болып саналады, және ол мына жерде орналасатын бет сүйектік доғадан төмен қарай өтіп, меншікті шайнау бұлшық етінің қынабын құрап, төмен қарай өтіп, мойынның фасциялық қабықшасына тіптен ұласатын болып табылады. Бұл шандырдың артқы қапталы сыртқы есту тесігінің шеміршектік тканына және де шықшыт безінің шандырын құрауға қатысатын болып табылады. Келесі шықшыт безінің шандыры фасция паротида деп аталады. Бұл меншікті шайнау бұлшық етінің фасциялық қабықшасының тікелей жалғасы болып саналады. Ол мына самай сүйектің емізік тәрізді өсіндісіне қарай өтетін болып табылады, және де шықшыт безінің қынабын құрайтын болып саналады. Бұл шайнау бұлшық етінің шандырының алдыңғы қапталы меншікті шайнау бұлшық етінің алдыңғы жиегін орайтын болып саналады, және ұрт бұлшық етінің сыртқы бетін көмкереді, және дәл осы жерден ұрт жұтқыншақтық шандыр фасция буккофарингеяны түзуге қатысады. Осы жерлерде, бірақ бұл жерде анық қылып бұл сурет көрсетілмеген. Ұрт жұтқыншақтық шандыр фасция буккофарингея. Шайнау бұлшық еттердің басқа шандырларға қарағанда өте нашар дамыған шандыры болып табылады. Ол жаңағы ұрт бұлшық етінің мускулез букцинатор және де оның сыртқы бетін жауып, одан әрі қанат тәрізді медиальды және де латеральды бұлшық еттердің фасциялық қабықшасын құрап, жұтқыншақтың фиброздық табақшасы туника фиброзаға ұласатын болып табылады. Дәл осы жерден айтып кету керек, шандыр және фасциялық қабықша деген екі ұғым ол бір нәрсені білдіреді. Әр кітапта әртүрлі жазылады.